Әкетай, қараш, мен көбелек салдым. Айналайын қызым, бара қойшы. Анаңа көрсетші бар. Мен қолым тимей жатыр, көріп тұрсың ғой. Бара қой. Так. Бара қойшы қызым. Қызым, келе ғой. Әкеңнің қолы тимей жатыр ғой жұмыстан. Қане көрсетші маған. Қане көрсетші маған. Жоқ, мен әкеме көрсетем. Әкесі көре салшы енді. Қызыңның көбелегін қараш, қандай әдемі қып салған қанаттарын. Айналайын, ерікпеңдерші. Мен не ойнап отырмын ба? Ертең басшылықтың алдында есеп беруім керек. Түсінесіңдер ме есеп деген нәрсені? Көбелек дейді ғой маған. Қызым ренжіме, жарай ма? Әкеңнің қолы босағанда көре жарай ма? Бір сәт басынан сипап қойсаң мен кетеді. Таң ертеңнен кешке дейін терезеден телміреніп сені күтеді жүреді. Әкем қашан келеді, келді ме деп. Өткен жексенбіде хайуанаттар бағына апарам дедік де, сол күйі жоқ боп кеттім. Қане қызым? Әлгі суретіңді көрсеті қойшы, қане? Суретіңнің әдемісін ай. Мына суретті өзің салдың ба? Иә. Керемет, қараш, қанаттар қандай әдемі. Келші екеуміз бірге тамашалайық. Қараш, қандай әдемі сурет, ә? Керемет. Қызым, айналайын. Әкең ренжімес, жарай ма? Көріп отырсың ғой жаңа. Жұмыстан қолым босамай жатты. Ренжімейсің ғой, Ай, бәрекелді. Әке, Ау? сіз осыншама жұмыс істегенге күніне қанша ақша табасыз? Енді 4,5-5 мың теңгедей табам. Ал бір сағатта ше? Бір сағатта? Күніне 10 сағат жұмыс істеген болсам, 500 теңгені табармын. Оны неге сұрадың, қызым? Мен қазір, әке. Қайда кеттің? Әке, мынау менің жиып жүрген тиындарым. Келіңіз бірге санайық, қанша болған көрейік. Мәссаған. 50? Міне 100 теңге, әке. 200 теңге. Міне 300 теңге. 400, 450, 480, 500, 520. Бәрекелді. Қызым, біраз дүние жинап қойыпсың ғой, Бәрекелді. Енді біраз жинасаң тағы да өзіңе керек затыңды аласың. Міне ала ғой. Әке, бұл сізге. Маған? Не үшін, қызым ау? Жаңа ғана айттыңыз. Бір сағатта 500 теңге табам деп. Сіздің өмір жұмыстан қолыңыз тимейді ғой. Мен сізді сондай қатты жақсы көрем, әке. Мен де сені жақсы көрем, қызым ау. Мына теңгелердің барлығын алыңыз да, бір сағат менің жанымда болыңызшы, өтінемін. О не дегенің, қызым ау? Мен өмір бойы сенің жаныңда болам. Мен сені жақсы көрем, қызым. Мен де сізді қатты жақсы көрем. Нұрлан, мен дайынмын. Маржан? Ау? Біз кеттік. Есік жауып ал. Жарайды. Алло? Сәлем, Маржан. Сәлем.
қалайсың? Жақсы. Туған күнге баратын болдың ба? Мен үйден шығайын деп жатырмын. Дайын отыр, мен қазір жолдан ала кетем, жарай ма? Мен емтиханға дайындалып отыр едім. Оның үстіне ол жаққа киіп баратын тәуір киімім де жоқ. Маржан, енді кішкене тәуелеу киімдерің болса, киіп көре берсеңші, болмаса мен бір амалын табармын. Шынымды айтсам, Айша, атаның тойға кеткен еді, үйде ешкім қалған жоқ. Қайта жақсы емес па? Білдіртпей шығып кетесің. Айша, не деп тұрсың? Енді сұранып көрсеңші дегенім ғой. Мен өйте алмайым. Онда тұрған не бар? Маржан, мен сені түсінбедім. Жарайды, қазір анамнан сұранып көрейін, жіберсе барам. Жарайды. Алло? Ау, қызым. Анашым, Ау? мен қазір Айшамен бірге Айсұлудың туған күніне барып қайтсам бола ма? Кеш болып кетті ғой, қызым. Тез келем. Қыз деген түнде үйден шықпайды. Одан да емтиханына дайындалсын. Әкеңнің айтқанын естідің ғой. Я, бірақ... Болды. Телефонды қоям. Ешқайда бармайсың. Қызға 40 үйден тыйым деген десек те, оның тәрбиесіне қатты көңіл бөлуің қажет. Құрылыс фирмасының жұмысын саған табыстаймын. Алып кете аласың ба? Әрине. Не қиындығы бар? Хатшыдан бастап түгел ауыстырам. Біздің Данияр хатшыларды ауыстыруға келгенде мықты ғой. Ол жағына келгенде мен әкеме тартқам. Сен де әкеме хатшысы болып жүріп тиіп алған жоқсың ба? Сол үшін тыныш отыр. Жарайды. Хатшыдан ең бар. Істей берсін жұмыстарын. Жалпы ол жердегі мамандардың барлығы да өз істерін жақсы біледі. Бәрі де жұмыстарына жетік. Сен тым қыз балан ба? Әке, өзіңіз осы елдаларда кіммен ақылдастыңыз? Біздің пікірімізге құлақ астыңыз ба? Анамның қайтқанына жыл толмай жатып нан алып келдіңіз. Енді менің өміріме де араласпаңыз. Мен сізге шақс бол емеспін. Ау, Маржан? Айша, мені жібермеді, ренжімеш. Емтиханға да дайындалуым керек. Қазір қыдырмағанда қашан қыдырасың? Ертең-ақ бәріміз күйеуге тиіп, жан-жаққа шашырап кетеміз. Сен де қайдағыны айтып, жарайды, онда үйге келген соң сөйлесейік. Яша. Жарайды, мен достарыма кеттім. Тоқта. Осы күнге дейін қаңғырғаның жетер. Сені үйленген соң қояма десем, әлде қызық қуып жүрсің. Одан да ертеңгі жұмысыңа дайындал. Бар демал. Ой, қойшы әке. Үйленді мекенде бей күшік болар жайым жоқ. Міндетсін сен құрылысың жинап ал. Істемейм жұмысыңды алға айтесің. Неғып отсын, бар киімдерді дайында. Маржан, соңғы рет қашан киім алдың? Мыналардың ешқайсысы жарамайды. Бәрі сәннен қап кеткен ғой. Енді не істейміз? Менде басқа киім жоқ. Саспа. Мен дәл осылай боларын білгем. Сондықтан барлығын алдын ала ұйымдастырып қойдым. Мен сені таң қалдырам. Сен отыр. Көзің жүм. Қазір. Тадам! Ал, мына көйлекке қалай қарайсың? Айша, мына көйлегің керемет екен.
бірақ тым қысқа емес пе? Қойш қайдағын айтпай. Қайта бұл көйлекпен барлық жігіттердің көңілін өзіне аударасын. Айша, мен ата-анам ертерек келіп қалатын сияқты. Сен осылай майысып тұра берсең, біздің ойлағанымыздай болмай қалады. Бол отыр тез. Ай. Айсұлу, туған күнің. Рахмет. О, Айша, қалайсың? Қалайсың, Данияр? Маржан? Сен бісің? Я, қатты өзгеріп кетіппін бе? Құлпырып кетіпсің. Рахмет. Данияр, ана гүлдер маған ба? Иә. Әрине. Бұл гүлдер Маржанға. Маған? Бүгін менің туған күнім емес қой. Неге саған берме? Айсұлуға бермейсің бе?